Сәлем достар, бүгін Python негізгі курсының 6-шы сабағы. Бүгінгі тақырыбымыз біздің кортеж, яғни тапылдар. Оның тізімнің қандай айырмашылығы бар, тізімге қарағанда не үшін жылдамырақ, және қай кезде осы кортежді қолданған дұрыс, барлығын мысалдармен түсіндіретін боламын. Ал ендеше бастайық. Кортеж дегеніміз не? Кортеж бұл тізімге ұқсас, бірақ өзгермейтін зат. Яғни қосу, азайту, жою, орын ауыстыру сияқты бір өзгеріс әрекеттерін жасай алмаймыз. Не үшін онда бұл керек деген сұрақ болуы мүмкін. Біріншіден, ол қауіпсіздік жағы, яғни оның ішінде деректері өзгеріп кетеді деп уайымдамаймыз. Екіншіден, мысалы үшін жад үнемдейді. Ол тізімге қарағанда жылдам жұмыс істейді. Мысалы серверге немесе серверден мәлімет алған кезде жылдам жұмыс істейтін болады. Ал мен мысалын көрсетейін. Мысалы үшін менде жай ғана бір сандар деген айнымалы болсын, ол кортеж болу керек. Кортежді мынандай дөңгелек жақшамен ашатын боламыз. Ал тізімді тік жақшамен ашатын едік. Яғни кортеж аштым, оның ішінде менде сандар болсын, мысалы үшін 1, 2, 6, 10 деген сияқты. И бізде тағы бір мысал үшін араласқан бір кортеж болсын, миксет. Араласқан кортеж болсын. Ода мысалы ода сан болуы да мүмкін, сөз болсын, мысалы ABC деген сияқты. Одан кейін бар boolean оператор болсын, мысалы true, және бір float оператор да болсын. Ал мен тұрамындағыны бұл кортеждің мысалы элементтерін көре аламын. Мысалы үшін жай ғана print nums. Так, print nums. Маған 0 ішіндегісі керек деген сияқты көре аламын. Бұл менде бір, бірақ тағы да бір нюанс бар. Егер біздің кортежіміз тек бір ғана элементтен тұратын болса, мысалы үшін single деп басылайын. Single деген бізде айнымалы болсын. Ода бізде кортежімізде бір ғана элемент тұратын болса, мысалы үшін былай жазатын болсақ, бұл бізде қате. Бұны кортеж деп оқымайды single. Бұны жай ғана integer типіндегі 1 деген сан деп оқиды. Ал кортеж деп оқу үшін біз үтір қоюымыз керек. Болды. Ішінде егер бір-ақ элемент болатын болса. Ал немесе жай ғана жақшасыз да жазуға болады. Мысалы үшін 12 үтір. Болды. Мынау бізде кортеж. Мынау бізде кортеж. Ал мынау бізде кортеж емес. Бұл жай ғана сан. Мысалы үшін типтерін көрсетейін. Мысалы print type of single'дың типін бер. Single'дың типі қандай бұл? Tuple деп тұр. Tuple яғни бізде кортеж типіне жатады. Давайте маған A-ның типін бер. Тоже tuple. Ал B-ның типін бер онда. B-ны білгім келіп жатыр. Int. Міне көрдіңіздер, бұл жатпайды. Кортежде бір қарапайым тәсілдер бар. Мысалы үшін packing деген бар, яғни орайды. Unpacking деген бар, яғни ораудан шығарады. Мысалы үшін менде жай ғана points деген мысалы, то есть жай ғана points деген менде бір очколарды сақтайтын бір кортеж болсын. Оның ішінде мысалы 10 очко бар, бір 50 очко деген нәрсе бар да. Так. Points. И тұрамда мен не істей аламын? Мына ішіндегі жеке элемент, мен мысалы кортеждің элементтерін мен pointsқа орадым. Бұл бізде packing логикасы. Ал және мен мысалы жай ғана бір x және y айнымалыларын мен жеке элементтерге теңестіргім келеді. Ол үшін мен x, y деп ашып аламын да, аны тең жай ғана points деймін. Бұл бізде unpacking. Яғни ораудан шығарады. Бұл қалай сонда? Яғни бізде мына екі элемент бір айнымалға тең болды, яғни бір кортеж болды. И мен тұрамда x элемент сәйкесінше мына points-тың ішіндегі бірінші элементіне тең болсын, y элемент сәйкесінше мына points-тың ішіндегі екінші элементіне тең болсын дей аламын. Ал мысалы мен мұнда тағы бір 20 дейтін болсам, менде ошибка болады. Өйткені мұндағы элементтер саны, мұндағы элементтер саны тең емес. И тұрамда мен тағы бір z деген айнымал қоса аламын. Жеке тең болады. Мысалы үшін жай ғана мен шарт көре аламын. Print мысалы x шығар. X менде 10, мысалы үшін дұрыс. Print маған z шығар. Print менде 20. Дұрыс. Және бізде
андай заттар бар. Мысалы үшін, менде А және Б деген айнымалыны мен кортеж ретінде теңестіре аламын. Оның ішінде мысалы 15 және бір 12 деген санға теңестіре аламын. Бұл не болды? Яғни А сәйкесінше 15-ке тең болады, Б сәйкесінше 12-ке тең болады. И мен тұрамда бұлардың орнын ауыстыра аламын. Яғни орын ауыстырудың ең жылдам тәсілі, яғни А Б тең болады Б А. Ол қалай? Менде бастапқыда А 15-ке тең, 15-ке тең, Б 12-ке тең. Мен тұрамдағыны Аны Б-ға теңестіремін. А менде енді 12-ке тең болып қалды 15-тен. Ал Б-ны мен А-ға теңестіремін. Б менде 12-тен енді 15-ке тең болып қалды. Сонда неде көрсетейін. Print маған А және Б-ны шығар. Бастапқыда менде 15-тен 12 тұр. Мен орнын ауыстырғаннан кейін тағы да айтамын. Print маған А және Б-ны шығар. Мен Б емес, Б және А деген жоқпын. А және Б-ны шығар дедім. 12 мен 15. Орындары ауысты. Осындай орын ауыстыру тәсілдері бар. Және де кортеж тура біз андай тізім сияқты ішіндегі элементтерін не істей аламыз, срездер арқылы шығара аламыз. Мысалы үшін менде жай ғана F деген бір кортеж болсын, оның ішінде менде какой-то элементтер болсын, 2, 3, мысалы үшін какой-то элементтер болсын. Мысалы, осындай элементтер болсын да, и мен не істей аламын. Мен print S-тің сред арқылы шығарамын. Яғни басынан баста да бір 5-ші элемент дейін шығарып бер, жоқ, 4-ші, то есть 5-ші элемент дейін шығарып бер дей аламын. Ол не істейді, шығарып береді. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 8-ге дейін шығарып берді бізге. Дұрыс. Тура сол сияқты, мысалы үшін маған 3-ші элементтен бастап соңына дейін шығар дей аламын. Тура тізімдегі срез айнымалылар қолдана аламын. Яғни сол сияқты тура мен for мен ішін жүгіре аламын. Мысалы үшін for I in жай ғана S-ін ішін жүгіреді. И мен элементтерін шығара аламын. For мен жүгіріп шықтым. Мысалы элементтерін бәрі шықты міне. Кортежде андай элементті не істей алмаймыз, өзгерте алмаймыз, өңдей алмаймыз дедік қой. Мысалы үшін мен мыналарды коммент қалып басылайын. Мысалы үшін мен не істей алмаймын. S-тің бір 0-ші индексі, яғни 1-ді тең 100 деп айта алмаймын. Бұл өзгермейді никак. И мен print S-ті қайтадан шығарып бер деп айта алмаймын. Одан менде ошибка шығады. Бұның типі себебі tuple. И сен ошибка мынау болып тұр. Яғни сен оны өзгерте алмайсың деп тұр. Бұл түсінікті, бұл error. Бұнда бізде error деп басылайын. Жақсы, енді біз кортеждегі пайдалы бір функцияларды үйренейік. Мысалы үшін менде B деген кортеж болсын. Оның ішінде менде не болсын? Мысалы 1, 2, 3, 5, 10, қайтадан 4 болып қалсын. Мысалы үшін мен істеймін. Бізде пайдалы функцияның бірі len деген функция бар, яғни қалмайды ол, бүкіл жерде бар. Print len b дей аламын. Яғни маған кортеждің ұзындығын шығарып береді. 7 екен, дұрыс, 3, 6, 7. И тұрады тағы бір count деген функция бар. Count бізде қанша рет қайталанатынын анықтайтын зат. Мысалы маған count 1-ді шығарып берсін. 1-дің қанша рет қайталанатынын көрейік. 1 бізде 2 рет қайталанып тұр. Дұрыс. Және бізде индекс деген заттар бар. Кортежде осындай көмекші функциялар аз, бірақ керектілер осылар. Мысалы маған индекс 3-ні индексі шығарып берші. 3-ні индексі менде 3-те тұр. 0, 1, 2, 3. 5-ні индексін шығар онда. 5-ні индексі 4-те тұр. Дұрыс. Ал 4-ні индексін шығар. Ол менде 6-та тұр. Дұрыс. Кей жағдайларда, мысалы үшін, кортежді бір тізімге айналдыру керек, немесе керісінше тізімді кортежге айналдыру керек болады, жағдайлар болады. Солар көрсетейін. Мысалы үшін менде А деген тізім бар. А деген тізімнің ішінде менде 1, 5, мысалы үшін сандар бола тұрсын, 30 деген сияқты. Қарапайым мысалдармен. И тұрамда мен
бұл менде тізім. Мен b деген айнымалыға ана аны кортеж ретінде айналдырып беруім керек. Ол үшін мен tuple деймін. Tuple менде кортежге айналдырады. Кімді айналдырады? a-ны айналдыр деймін. И тұрамда мен print b-ны көрейін не болған. Менде қарасында екі жағы дөңгелек жақша бұл кортеж. Керісінше, мысал үшін, қайтадан s деген біреу келісімді сен list деген зат бар. List тізімге айналдыр дейді. List бізде кімді? b-ны айналдыр. Яғни tuple болып тұрған b-ны айналдыр. И тұрамда мен print s дей аламын. Ол керісінше тізімді, то есть tuple-ды list-қа айналдырып берді. Ал мынандай қызық жағдай бар. Мысалы мен s деген бір сөз болса, ішінде мысалы үшін hello болсын. Hello деген сөз бар. И мен тұрамда осы сөзді tuple-ға айналдырамын. Дотыраттағыны немесе жай ғана print tuple-ға айналдырған күйіндегі s-ті маған шығарып бер. Ол маған андай tuple айналдырады, и элементтерін каждыйын бөлек-бөлек жіктеп тастады. Осындай жағдайлар, қызық жағдай бар. Жалпы бүгінге осы қорытындылай айтқанда бізде кортеж деген андай өзгермейтін тұрақты зат. Мысалы үшін деректер базасына біз тұрақты нәрселер жіберетін кезде, мысалы түстердің атаулары немесе тұрақты бір логикалық амалдар, тұрақты заттарды жіберетін, данныйлар жіберетін кезде бізде кортеж ыңғайлы, өйткені ол жылдам және жеңіл жұмыс істейді.